Сіздер білесіздер ме? Қуыршақтар да қозғалады. Және біз бүгін соны сізге дәлелдейміз. Егер сіздердің қуыршақтарыңыз болса, байқаңыздар, оянып кетуі мүмкін. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Және конкурстан 5000 теңге ұтып ал. Керемет комментарий жазып. Достар, оны көп ұзамай бастайық. Өзіңізге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Ең керемет видеолардың бірі болды. Арнаға жазылып кет. Бұл видеода ютубқа түсіріп жатқан жас блогер. Ол ютуб түсіріп жатқанда артындағы қуыршақ қозғалады. Бұл не болды өзі? Елеспе, кім қолын қозғалып тұрған? Ал бұл қыз қуыршақтар ойнап жатқанда екінші бір қуыршақ басын қозғалтады. Көріңіздер. Қуыршақтың ішіне жыңғыр кеткен бе? Сіз де ойнағанда байқап ойнаңыз. Кішкене қуыршаққа қарап ойнаңыз. Ал бұл жердегі қыздар челлендж түсіріп жатты. Бірақ артындағы фонды қараңыз, не болып кеткенін. Біреу қарады ма, не болды өзі? Бұл сіздер ойынша не болды екен? Әлде қыздар өздері подстава істеп жатыр ма, әлде шынымен болған ба? Комментарийға жазып кетіңіз. Ал бұл қыз жаңа қуыршақ алады, бірақ қуыршақтың істегенін қараңыз. Бұл қыздың ойынша, бұл қыз шынымен не қарады, ешқандай алдау емес. Ал бұл қызда екі қуыршақ бар екен. Біреуімен ойнап жатыр, ал екіншісі болса өздігінен қозғалып жатыр. Бұл не болды өзі? Мен ойымша, бұл қуыршаққа жын кіріп кеткен. Ал бұл жерде тіпті барлығы қозғалып кетті. Ал бұл қыздың болкасында бір дауыс шығады. Кейін ол барып видеоға түсіріп ютубқа салады. Ютубтағы комментарий жазғандар бірдеңені көрмей қалғанын айтады. Ал ол болса бір қуыршақтың көзінің қысқаны. Ал бұл адам бұл ойыншықты жаман екенін біледі. Ішінде жын ба бірдеңе бар екенін біліп, видеоға түсіріп тұрғанда ол қозғалады. Бұл не болды? Монтаж ба, әлде адам өзі жасады ма, ешкім жауабын әлі білмейді. Бұл адам кәдімгі стример, бірақ артындағы қуыршақ өздігінен қозғалады.
Осылайша достар, біздің видеомыз аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып кет. Келесі видеороликті күт.